Қайырлы күн, құрметті достар, сіздермен Сымбат Самат. Бүгін біз 6 сыныптың English Plus кітап бойынша 4 бетіндегі тапсырмаларына шолу жасайтын боламыз. Бұл жерде юнит 1 емес, welcome деген бөлім, яғни қош келдіңіздер деген бөлім, соның тапсырмаларын орындайтын боламыз. Юнит 1-ге әлі жетпедік. Welcome бөлімі vocabulary, a classroom. I can describe my classroom. Classroom дегеніміз сынып. Мен өзімнің сыныбымды сипаттап бере аламын. Яғни біз бүгінгі сабақта өзіміздің сыныбымызды сипаттап үйренеміз. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Мұнда бізге write the name of objects 1 to 16 in the picture, then listen and check дейді. Яғни біз 1-ден 16-ға дейін мына суретте цифрланған заттардың атын жазуымыз керек. Сонымен қатар бірінші тапсырманың астындағы қоршауда бұл заттардың атаулары негізі берілген, 16 заттың аты берілген. Біз соны тек номер бойынша жазып шығуымыз керек. Біріншісін қарайтын болсақ, мысал ретінде window, терезе, яғни суретте 1 деп цифрланған, ол бізде терезе ғой, сондықтан window деп жазамыз. 2 деген цифр табамыз, ноутбуктың үстінде тұр, демек 2 бізде лаптоп. 3 CD player, магнитофон. 4 shelf, полка, сөре. 5 DVD. 6 door, есік. 7 board, тақта. 8 clock, сағат. 9 poster, постер, плакат. 10 chair, орындық. 11 notebook, дәптер. 12 pen, қалам. 13 desk, үстел. 14 dictionary, сөздік. 15 ruler, сызғыш. 16 bag, сөмке. Екінші тапсырмаға қарайтын болсақ, look at the picture again and read the sentence. Write true or false дейді. Яғни суретке қарап, мына төменде берілген сөйлемдерді оқып, бұлардың дұрыс не бұрыс екенін табуымыз керек. Мысалда берілген сөйлем the poster is near the door дейді. Яғни плакат есіктің қасында. Суретке қараймыз. Плакат есіктің қасында емес, сондықтан false, бұрыс сөйлем. Бірінші сөйлемнен бастап орындайық. The DVD is on the shelf. DVD сөренің үстінде. Суретке қараймыз. Сөренің үстінде. Демек, 1 true. 2 the laptop is next to the DVD. Ноутбук DVD-дің жанында дейді. Суретке қараймыз. Жоқ, жанында емес. Демек, false. Үшінші сөйлем the shelf is near the poster. Сөре плакаттың қасында. Суретке қараймыз, қасында емес. Үшінші сөйлем false. Төртінші the poster is under the clock. Плакат сағаттың астында. Суретке қараймыз, шынымен плакат сағаттың астында, демек төртінші сөйлем true. Бесінші сөйлем the notebook is in the back. Дәптер сөмкенің ішінде дейді. Суреттен қарағанда олай емес, демек 5 false. 6 the door is between the clock and the board. Есік сағат пен тақтаның ортасында дейді. Олай емес, демек 6-шы сөйлем false. Үшінші тапсырма write sentence about the picture with the words in the box. Мына төменде берілген сөздерді және мына қоршауда берілген сөздерді пайдаланып, біз сөйлем құрамыз керек. Бұл жерде біз next to, on, in, under, between, near деген сияқты prepositionдарды қолданатын боламыз. Біріншісінде бізде pen және desk деген 2 сөз берілген, яғни қалам және үстел. Біз айтуымыз керек қалам үстелдің үстінде деп. The pen is on the desk болады. Екіншісі ruler, bag, сызғыш және сөмке. Біз сызғыш сөмкенің ішінде деп айтуымыз керек. The ruler is in the bag. Үшіншісі CD player, shelf, яғни магнитофон және сөре. Магнитофон сөренің үстінде деп айтуымыз керек. The CD player is on the shelf. Төртіншісінде pen және ноутбук сөздері берілген, қалам және дәптер. Қалам дәптердің қасында деп айтуымыз керек. The pen is near the notebook. Бесіншісінде board, clock and the door. Тақта, сағат және есік. Біз айтуымыз керек тақта, сағат пен есіктің ортасында деп. The board is between the clock and the door. Және 6-шы bag, desk, сөмке және үстел деген сөздер берілген. Біз айтуымыз керек сөмке үстелдің астында деп. The bag is under the desk. Яғни prepositionдар мынандай мағына береді. Next to жанында, near жақын қасында, on үстінде, in ішінде, under астында, between ортасында, екі заттың ортасында.
Төртінші тапсырма work in pairs. Say true or false sentence about your classroom. Use the words in the box in exercise 3. Correct your partner's false sentence. Жұп болып жұмыс жасау керек. Өз жұбымызға дұрыс және бұрыс сөйлемдер айтамыз, сыныбымызды сипаттап. Ол біздің бұрыс сөйлемдерімізді дұрыстау керек, және біз өзіміз қасымыздағы адамның бұрыс сөйлемін дұрыстаймыз. Мына үшінші тапсырмада сөйлем құрағандай өзіміздің сыныбымызды сипаттап сөйлем құрауымыз керек. Мысалы, тақта терезенің қасында болса, соны айтамыз. Ол дұрыс сөйлем ба, бұрыс сөйлем ба, біздің қасымыздағы жұбымыз айтады деген сияқты. Мысалда былай берілген: The window is next to the door. Терезе есіктің жанында дейді. True, дұрыс, яғни олардың сыныпта солай орналасқан екен. Келесі: The desk is near the board. Үстел тақтаның қасында дейді. False, the desk is near the windows. Қате, дұрыс емес, үстел терезелердің қасында дейді.